Сәлеметсіздер ме, құрметті қымбатты Таро әлемінің көрермендері және қонақтары. Бүгін сіздерге айлық жорамал ұсынамын. Ақпан айына барлық жұлдыз белгісі не күтеді? Осы бөлімде біз торпақтарды қараймыз. Торпақтарды ақпан айында не күтеді? Болжамды мен екі колода карт арқылы жасайтын боламын. Ол Таро универсальный және Таро Вейта арқылы жасалатын болады. Таро Вейттан мен 12 жақсы карта таңдап алдым. Ол бізде сыйлық ретінде біреуін шығарамын. Ақпан айының сыйлығы болады. Таро универсальныйдан мен 4 карта шығаратын боламын. Ол ақпан айында қандай жағдай, қандай не өзгеріс болады, соны сізге көрсетеді. Арнаға жазыңыз, пікірлеріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Ақпан айында тоқты белгісін не күтеді? Ақпан айында тоқты белгісін не күтеді? Қаражатта, жұмыста, қарым-қатынаста, жеке өмірде тоқтыларды, торпақтарды ақпан айында не күтеді? Торпақтарды ақпан айында не күтеді? Бірінші карта. Торпақтарға сыйлық, торпақтарға сыйлық ақпан айына. Ақпан айына сыйлық торпақтарға. Қандай сыйлық ақпан айының сыйлығы торпақтарға? Сонымен болжамыздайын қарайық, торпақтар ақпан айы. Девятка жезлов. Девятка жезлов түсті торпақтарға. Сіз ақпан айының басында сізде қорқыныш болады. Келешектен, болашақтан сізде қорқыныш орнайды. Сіз өзіңіздің шекараңызды, жинаған мүлкіңізді, басқа адамдардан қорғайсыз, ешкімді кіргізбейсіз, өзіңіздің өміріңізге, өзіңіздің үйіңізге, өзіңіздің жаныңызға ешкімді жолатқыңыз келмейді. Сіз, ол закрытая карта, сіз қорқасыз, қорқыныш болады, болашақтан өткен қателікті қайталамаудан қорқасыз. Сондықтан сіз адамдардан шектелесіз, өзіңіз жабыласыз, жеке қалғыңыз келеді. Және денсаулығыңызда назар аударыңыз, басыңызбен көзіңізге сондай мәселе болуы мүмкін, сұрақ болуы мүмкін, басыңыз ауруы мүмкін. Сондықтан сіз қатер қауіп тосасыз, адамдарға сенбейсіз, бірақ оны жасаудың қажеті жоқ. Сондай позициядан, сондай жағдайдан шығыңыз. Келесі бізде рыцарь кубков. Сіздің жағдайыңыз түзеледі, сізге жақсы хабар келеді. Рыцарь кубков, ол сізге жақсы хабар келеді. Эмоцияңыз жақсарады. Екінші аптасында, ақпанның екінші аптасында, және эмоционалдық күйіңіз жақсарады, сізге ақша келуі мүмкін, немесе сіздің эмоционалдық жағдайыңыз түзеледі, біреуге атмосфераңыз жақсарады, жаңа хабар аласыз, біреуге
эмоционалдык көңүл күйүңүз түзөлөт, эмоцияңыз жогарылайды, жаңа хабар аласыз, бирөөгө гашык болуп аласызбы, сондай жагдайыңыз түзөлөт. Келесі бізде десятка пентаклей. Десятка пентаклей ол бізде младший арканның соңғы картасы, ол отбасылық карта, десятка пентаклей. Ақшаңыз көбейеді, сізде молшылық болады, және десятка ол жағдайыңыз түзеледі, сіздің қаражатыңыз келеді, сізге жұмыс болады, отбасыңыздан көмек келемі, сізге тағы және сол отбасыңыз сізге көмектеседі, бірге жұмыс жасайсыз, бірге бір бизнес ашасыз ба, семейный деланы білдіреді, сондай карта сізге түседі, ақшаңыз көбейеді сізге. И соңғы бізде карта ол солнце. Солнце өте жақсы карта. Ақпанның аяғында торпақтардың жағдайыңыз түзелет, қараңыз. Сізде бірінші апта жағдайыңыз жаман, бірақ соңғы аптасында ақпанның сіздің көңіл күйіңіз өте көтеріңкі болады, барлық мәселелеріңіз шешіледі, айқындық пайда болады. Сіздің бала күтіп жүрсеңіз, сіз өзіңіздің аяңыз ауыр екенін білесіз, ол бізде старший аркан, 20 старший аркан, және ол бала екенін білесіз, егер аяңыз ауыр болып жүрсе, сіз ол бала екенін сізге айтады, мүмкін ол бала болуы мүмкін. Жұмыста сізде барлығы түзеледі, жұмыс деп жүрсеңіз жұмыс табасыз, ақша біреу сізге қарыз болса ақшаңызды қайтарады. Сондай үлкен қуаныштың, үлкен бақыттың картасы. Сізге айқындық пайда болады, бәрі айқын, бәрі өз орнына келеді. Сонымен сізге қандай сыйлық, ол туз пентакль. Өте жақсы карта, осы карта тароның ішінде ең сәтті картаға жатады, счастливая карта. Және сол карта түссе, болжам жасаудың қажеті жоқ дейді. Туз пентакль сізге ұсыныс келеді, жақсы үлкен ұсыныс, қаржылық ұсыныс келеді. Соны байқап, соны алуға тырысыңыз. Мысалы, жұмыс деп жүрсеңіз, сізге жұмыс келеді, немесе лотерея ойнасаңыз, сіз ұтып аласыз, сіз үлкен бір қаражатты, немесе сізге несие алғыңыз келсе, сізге несие береді, сізге жаңа бизнес ашуға, мысалы, немесе бір сізге үлкен бір қаражат, ақша, қомақты бір сома ақша, қаражат келеді. Бір нәрсе, оны ұстауға болады. Мысалы, үй, біреу сізге сыйлауы мүмкін, сіздің туыстарыңыз, үй алуға көмектесемін, сізге қаражат беріп. Сондай сізге үлкен бір тосым сый болады, сізге қаражат жағынан. Сондай болжам болды. Сізге торпақтар, арнаға жазыңыз, пікірлеріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.